Сап отырып, самса жегім келіп кетті. Содан кейін ece Қытай ет бар екен, соны изметтен мен уатып, үстіне дәмдеуіштерімізді қосып, және шимек май қосып араластырып, содан соң өзім дайындаған самсаның тестісімен күштілеп самса жасадым. Тоғынысқаны менің төмендегі самса, қатпарлы самса деп іздеп тауып көре аласыздар. Өте жұмсақ болып күшті болып шығады. Осылай өзім барлығын жайып басқа видеоға түсіріп жасап жатсам, қызым келді қайта айтты, мен де жасаймын деп, одан оған үйреттім. И осылайша екеуміз күшті етіп самсаларымызды түйіп бетіне жұмыртқамызды жағып, керемет етіп пісіріп жеп алдық. Осылайша біздің самсаларымыз керемет болып шықты. Сіз де дайындап көріңіз. Бар жоғы құрамына су, тұз, ұн, кішкене шимек май қосам. Содан кейін қамырымызды екіге жайып, ішіне сары майымызды ертіп жағып, рулет сияқты етіп орап, морозильникке салып қатырып қоямыз. Осылайша біздің самсаның тестіміз дайын болады. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Сіз де дайындап көріңіз. Егер мен видеом ұнаса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.